Ассалаумалейкум аға. Уалейкум ассалам. Сізден бір сұрағымыз бар еді. Садақа жария жайлы білесіз бе? Не екенін? Енді садақа жария дегеніміз ол мешітке, медресеге берген садақа. Солай деп білемін мен. Әрдайым? Әрдайым садақа берген дұрыс қой, сабаққа. Өзімізді беріп жүрміз. Сауабы әрдайым барып тұратын нәрсе. Әрине. Дұрыс айтасыз. Рахмет аға, сауалнамаға қатысқаныңызға. Сізге міне оразаңыз қабыл болсын. Бір сауалнамамыз бар еді. Жария садақа деген не нәрсе екенін білесіз бе? Жария садақа дегеніміз ол мешітке, медресеге және жол салу, соған жатады жария садақа дегеніміз. Яғни әрдайым сауабы өзіме барып тұратын нәрсе, иә? Дұрыс айтасыз. Рахмет. Сізге бізден сыйлық. Оразаңыз қабыл болсын. Қаныңыз қалай? Бір сауалнамамыз бар еді. Жария садақа деген не нәрсе екенін білесіз бе? Жоқ, білмеймін мүмкін. Яғни жария садақа дегеніміз ол адамның артынан әрдайым барып тұратын нәрсе. Мысал үшін не нәрсе деп ойлайсыз оған? Не нәрсе жатады деп ойлайсыз? Оны медресеге беру, сондай шығар. Мешіттерге беру. Адам пайдалы жасау. Дұрыс айтасыз. Рахмет сізге сауалнамамызға жауап беріп жатқаныңызға. Оразаңыз қабыл болсын. Мынау сізге бізден. Ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай аға? Жария садақа деген не нәрсе екенін білесіз бе? Енді қазақ айтады ғой, ұстаның зат өлмейді, ғалымның қат өлмейді дейді. Енді кейбір кәсіпкер жігіттер салып жатады, мектеп салып жатады, мектеп аурухана салып жатады, кейін өзі өмірден өтсе де оның сауабы барып тұрады оған. Үзілмейтін садақа, солай түсінеміз енді. Дұрыс айтасыз. Дұрыс жауап бердіңіз. Алла разы болсын. Мынау бізден оразаңыз қабыл болсын.